8 наурыз. Орта жастағы бір әйел таңнан үйретумен әлек. Заттарын орындарына ауыстырып, стол үстіндегі дастархандарды қайта-қайта түзетіп, ас үйде отқа қойған қазанды ашып тексеріп қайта үйретуге кіріседі. Сырттан әр дыбысқа құлақ салып, дереу терезе жаққа жүгіріп, көршілердің есігі соғылса, есік жаққа жүгіреді. Оның емес, көршілердің есігі соғылғанын түсініп, мұңаяды. Жұмыс бабымен басқа қалада тұратын ұлы әрі алыс тұрғандығынан, әрі демалыс ала алмағынан үйге келмегеніне 6 жыл болады. Әйел баласының келуін сабырсыздана күтіп, үміт артып отырады. Әр 8 наурыз күні ұлының таң атпастан «Анашым, мейраңмен» деген сондай сағынған болатын. Осы жолы да ұлы есіктен кіре салысымен жүгіріп құшақтайтын сияқты бір сезімде болды. Бірақ ұлы келетінін еш айтпаған болатын. Келе алса айтар еді ғой, рұқсат ала алмаған шығар деп тағы күрсініп ойлады. Таң атпай оянып алып үй жинап, ұлы жақсы көретін тамағын әзірлей бастаған еді. Оны көрген жолдасы «Не боп қалды, бәрі жақсы ма?» деп сұрайды. Бірақ әйел жүрегіндегі сағынышын қалай баяндап айта алар еді? Мүмкін емес. Ақыр соңында жолдасына «Бүгін үйде істейтін жұмыстарым көп, сіз барып жұмыстарыңызды тындыра бермейсіз ба?» деп сұрайды. Жолдасына айтуға ыңғайсызданады. Қатты күтіп, ұлдары келе алмаса ше? деп қайта мұңаяды. Кем дегенде звондаса ғой, «Анашым, 8 наурызыңыз бе?» десе ғой. 8 наурыз екенін естен шығарған болар, бәлкім үйден алыстап кетіп құттықтауға керексінбейтін де шығар бәлкім. Жоқ, балам ондай емес. Келе алмаса звондап айтады. Жоқ, звондағанын қаламаймын, келуін қалаймын. Келсе ғой, жақсылап шай берсем оған. Анасымен сырласып отырып әңгіме айтылса, таусылмас әзілдерін айтып күлдірсе, оның күлкісін естісем, «Ту, қандай баласың әлі?» деп тамағын берсем, ол да «Мен ержеттім, бала емеспін енді» деп бұртиса, баласын қылықтарын есіне алып, еріксіз күлімдеп отырып, көзі қайта сағатқа ілінеді. Келсе ғой, аман есен жетсе ғой. Осылай тілеп отырған кезде телефон шырылдайды. Телефонды алып, «Мама, бұл менмін» деген баласының даусын естіді де келе алмайтынын айту үшін звондап тұрған болар деген оймен қайта мұңаяды. «Балам, қалайсың? Бәрі жақсы ма?» «Иә, бәрі жақсы. Үй жақ қалай?» «Шүкірлік, аман есенбіз. Жұмысың қалай?» «Басында бірақ үйрене алмай қиналған болатын, бірақ қазір бәрі де жақсы». «Жақсы болған екен. Демалысқа рұқсат ала алдың ба?» «Иә, анашым, алдым. Рұқсат алатынымды сіз қайдан біліп қойдыңыз?» «Енді бүгін 8 наурыз ғой, ол үшін арнай алмаған ба едің?» «Расында да 8 наурыз екен ғой. Мама мерекеңізбен». «Сен үйге келмейтін бе едің?» «Не ғой, бастықтан өте жақсы көретін бір әйелмен жүздесіп, міндетті түрде қасына барып қайтуым керек деп сұрандым. Бастығым да сол үшін ғана рұқсат берді. Енді сол әйелдің үйіне кетіп барамын». Анасының жүрегі сыздаса да, солай ма? Кім екен ол?» «Мама, маған сенсеңіз, сіз жасаған тамақтардан да керемет. Сіз жасаған тәттілерден де дәмді нәрселер жасап мені күтіп отыр». «Жарайды балам, абайлап жүр. Ол да сені кем дегенде сендей жақсы көреді деп сенейін». «Сүйетінен еш шүбәм жоқ. Оның үстіне жаңа жұмыс орынды бірінші отпускымды сол үшін алдым. Папа қайда?» «Сыртқа шыққан болатын». Есікке біреу келіп тұр, әкең шығар». «Жарайды анашым, папаға сәлем айтыңыз, мен де телефонды қояйын. Сізге айтқан дүниенің ең сұлу, ең мейірімді, ең керемет әйелдің есігінің алдындамын». «Жарайды балам, сәлеміңді айтамын. Кейін қолым тисе тағы звонда. Қайда болсаң да аман бол». Телефон қойылды. Баласын қатты сағынған еді, оны көретін күнді қалайша күткен еді. Есікті ашып жатып, жаулықтың ұшымен еріксіз аққан көз жасын сүртті. Есік ашса, мойны асылған ұлы «Жаным, анашым, мерекеңізбен» деп айқай салғаны бір түс секілді болды. Ұлы «Мама, сізді қуантатын бір сюрприз жасау ғана еді ниетім. Болды енді жыламаңызшы» десе де, анасы қуаныштан көз жасын тия алмады.